Бүгінде Теміртау қаласы бойынша барлығы 2800 адам үй кезегінде тұр. Оның ішінде 1200-і әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар, сондай-ақ жетім қалғандар және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар да бар. В связи с тем, что в списке очередности Кезекте тұрған азаматтардың тізімі еліміз бойынша біріктірілді. Біз бір адамның екі жерде үй кезегінде тұрғанын анықтау мақсатында республикаға тізімді жіберген болатынбыз. Көбінде мұндай жағдайлар жетім балалар арасында көп кездеседі. Олар қалаға жақын Осакаровка сияқты елді мекендерге қайта кезекке тұруы мүмкін. Осы салыстырып тексеруден кейін тізімнен 300 адам шығарылды. Олар басқа елге көшіп кеткен азаматтар, үй сатып алғандар. Биыл қаламызда 90 отбасыға жаңа пәтер кілті табысталады. Осы жылдың наурыз айында ескі қала бөлігіндегі Тольятти көшесіндегі 44-ші үйде қалыпқа келтіру жұмыстары басталған болатын. в этом году, да, у нас идет реконструкция дома. Осы жылы Тольятти көшесіндегі 44-ші үй толықтай қалыпқа келтірілуде. Ол үйде барлығы 90 пәтер бар. Оның ішінде 1 бөлмелі 30, 2 бөлмелі 30, 3 бөлмелі 30 пәтер. Пәтерлерде жетім балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар, көп балалы және толық емес отбасы, мемлекеттік қызметкерлер санатындағы кезекте тұрғандар пәтер алатын болады. Халықтың табысы аз әлеуметтік әлсіз тобына жататын азаматтар, бюджеттік ұйым қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлердің мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй алуына мүмкіндіктері бар. Олар тиісті құжаттарын өткізіп, үй алуға кезекке тұруына болады. Ол жергілікті жерлердегі халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жүзеге асады. Бұл бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтары өткізетін құжаттардың бекітілген тізбесі бар. Чтобы встать на очередь, гражданину необходимо подойти в центр обслуживания населения. Тұрғын үй кезегінде тұру үшін азаматқа жергілікті жерлердегі халыққа қызмет көрсету орталықтарына бару қажет. Ол өзінің жеке мүлкінің жоқ екенін дәлелдейтін анықтамасын, жұмыс істейтіні жайлы анықтамасын, мекен-жай анықтамасын, сондай-ақ отбасылы болса, отбасындағы жандардың тізімін алып баруы қажет. Айта кету керек, пәтерлерді ұсыну кезегі кез келген әдістеме бойынша қаланың коммуналдық жекеменшігіне түскен пәтерлердің мөлшеріне байланысты жүзеге асырылады.